Баршаңызға қайырлы күн, көрермен. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пиццериядағыдай пиццаны үй жағдайында дайындалу жолын көрсетемін. Қамыры өте жұмсақ болып шығады. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмай, менімен соңына дейін бірге болыңыз. Ең алдымен қол күймейтіндей жылы суға қант, тұз, балғын ашытқымызды және сұйық майды құйып жақсылап тұзы ерігенше араластырамыз. Сосын ұнымызды салып, сәл қаттылау қамыр илейміз. Сосын бетін жауып 40-45 минут шамасында жылы жерге қоямыз. Менің қамырым ашыды, көріп тұрғандарыңыздай бастапқы кезден көтерілген. Енді осы қамырды екіге бөліп, екі пицца жасаймыз. Домалақ пішінге келтіріп, сәл майлап, оқтаумен жайып аламыз. Сосын формаға орналастырамыз. Менде 26 диаметрлі форма. Формаға орналастырғанда шетіне бортиктерін шығармасаңыз да болады, бірақ шығарсаңыз әдемірек көрінеді. Енді бетіне кетчуп сеуіп, жағып шығамыз. Алдын ала турап дайындап қойған сырымыз бен колбасамызды бетіне орналастырамыз. Салмасын қалауыңыз бойынша сала берсеңіз болады. Қызып тұрған пеште 5-7 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің пиццамыз дайын. Қамыры өте жұмсақ, прям күшті болып шықты. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаған болса, маған лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіз. Назарларыңызға көп рахмет.